Сәлем достар, бұл видеода өткен сәуір айындағы YouTube-дағы жаңартулар туралы айтатын болам. Көптеген сұрақтар келіп жатыр маған, сол сұрақтарға жеке-жеке жауап беретін болам. Ең алдымен мына беттен бастайық. Монетизация бөліміндегі жарамдылық, мына жерде 500 оқырман жинау және соңғы 90 күннің ішінде 3 видео жүктеу деген нәрсені қойған, және олардан бөлек 3000 сағат жинау және 3 миллион шортстан просмотр жинау. Осы нәрселерді барлығын толтырған кезде бізге монетизация ашылады ма деген сұрақ келеді. Ол монетизация бұл жерде ашылмайды. Бұл жердегі мүшеліктер, яғни сізге поддержка беретін бөлім ашылады және супер рахметтер ашылады. Комментарияларда, чаттарда қолданылатын супер чаттар қолданылатын бөлім ашылады және сауда-саттық, яғни YouTube-та прямой өзіңіздің магазиніңізді қосып сауда жасауға болатын функциялар ашылады. Егер де бұл жердегі нәрсеге мән беретін болсақ, 500 оқырман, енді қанша уақыт болса да бәрібір 500 оқырманға толтырсаңыз, ары қарай соңғы 90 күннің ішінде каналыңызға 3 видео жүктесеңіз және 3000 сағат қаралым немесе 3 миллион шортс, яғни 90 күннің ішінде 3 миллион қаралым жинауыңыз керек. Сіз ұзын видео түсіретін канал болсаңыз да, немесе шортс түсіретін канал болсаңыз да, осы шарттардың бірін орындасаңыз, мына мүшеліктер, суперчат, сауда-саттық бөлімін ашасыз. Егер жарнамадан ақша тапқыңыз келетін болса, ол кезде астына қарай түсесіз. Көру бетінің жарнамалары, шортс фидінің жарнамалары деген бар. Видеоларыңыздың арасына реклама қойылады. Бұл ақша табудың, монетизацияның ашылудың осы жолы. Енді шарты орындау үшін 1000 оқырман жинауыңыз керек кез келген уақыт бойынша. Және екі бөлім бар. Сіз егер ұзын видео салатын канал болсаңыз, 4000 сағат 365 күн ішінде, яғни бір жылдың ішінде 4000 сағат қаралым жинасаңыз, монетизацияңыз ашылады. Ал егер шортс каналы болатын болсаңыз, соңғы 90 күннің ішінде, яғни 3 айдың ішінде 10 миллион қаралым жинауыңыз керек болады. Сізге айта кететін нәрсе, шортстағы қаралымыңыздың уақыты, сағаты, жиналған сағаты мына жоғарыдағы мына барға қосылмайды. Бұл ұзақ видеоларға жеке бөлек қойылады. Ал шортстарда маңыздысы сан, яғни әрбір қаралымды сан ретінде сақтайды бұл жерде. Егер осыларды орындасаңыз, сіз монетизацияны ашасыз. Енді тағы да бір жаңалығы, аналитика бөліміне өткен кезде бізде мысалы мына жерде көру саны және көру уақыт саны. Контент бөліміне өтейік. Осы жерде шортс бөлімі көру саны 571 деп көрсетілгенмен, бұл пассив көру саны және қызығушылықпен көру саны деген нәрсе шықты. Яғни сізге 254 просмотр мына монетизациядағы барға келіп қосылады. Яғни 254 қана есептеледі сізге. Мына монетизацияның ішіндегі шортстың санына, мысалға мына жерде 2200 деп тұр ғой. Осы жерге мына аналитикадағы контенттегі 254 қана есептеледі. Соңғы 28 күндегі просмотрлар. Сізге бейнелерде, мысалы, бір шортсты, бір видеоны алып көрейік мысалға. Соның аналитикасын көрейік. Бізде мына жерде 114 деп көрсетілім саны деп тұр, бірақ қызығушылықпен қараған 32, яғни маған тек 32 ғана просмотр есептеледі мынадан. Бұл 114 жалпы барлығына ұсынылғаны, бірақ сізге просмотр жазылатын мына қызығушылық бөлімі. Енді осы нәрсені айтып, жаңалықтарды жеткіздім сіздерге. Енді тағы бір нәрсесі бар. YouTube-та монетизацияны мына шарттарды орындағаннан кейін, мына осы 10 миллион просмотр, шортс немесе 4000 сағат жиналғаннан кейін мына жерге сізге кнопка шығады. Яғни заявка жіберу, монетизацияның шарттарын орындағаннан кейін. Ол жерде 3 бөлек критерия болады. Бұл біріншісі автомат түрде қабылдайды. Екіншісі Google AdSense. AdSense аккаунтыңызды тіркеуіңіз керек. Енді оған AdSense аккаунт туралы бір бөлек видео жариялайтын болам сіздерге. Өйткені ол ұзақ
әңгіме, ұзақ жұмыс процесс ол жерде, және оның ішінде налог толтыру бар. Олардың барлығына жеке видео жасайтын боламыз, Құдай қаласа. Осымен жаңалықтарды түсіндіріп өттім сіздерге. Егер видеоларым ұнайтын болса, каналыма жазылып қойыңыздар және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.